Саламатсыздар ма балалар? Бірде 131-ші есебімізді шығарайық. Массаны грамм арқылы өрнектеп, оны стандарт түрде жазыңдар дейді. Міне жерде бізде килограмм, тонна берілген екен. Енді қараңыздар, 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000 грамм бар. Ал 1 тоннада 1 миллион грамм бар, 1 миллион грамм бар. Енді көбейте саламыз мыналарды бір-біріне. Бірінші есебімізде 969,5 килограмм. Ол қанша грамм болады? Яғни 969 және де 500 грамм. Ол дегеніміз 969.500 грамм. Оны енді стандарт түрде жазатын болсақ, астына жазайын. 969 5 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі стандарт түрде жаздық. Енді екінші есебімізде 43,2 тонна дейді. Ол қалай болады? Яғни тоннада қанша? Яғни біз 1 тоннада 1 миллион грамм бар дедік. Демек 4 3 2 және де 5 0 жазамыз. 2 3 4 5 0. Яғни оқысақ енді 43 миллион 200 мың. Енді стандарт түрде жазатын болсақ, көбейтеміз 10-ның 5 дәрежесі болады. Келесі үшінші есебімізде балалар 760 тонна дейді. Ол қанша қалай болады? 760 миллион болады, 760 миллион грамм болады. Бұл жерде грамм ғой бұл. Грамм. Енді стандарт түрмен жазатын болсақ, 76 көбейтілген 10-ның қанша 0 бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0. Оның 7 дәрежесі болады. Осымен есебіміз аяқталды.